Балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз мен нені үйрендім, яғни нәтиже сабақ. Өткенімізді еске түсірейік. Біз бірнеше сөз таптарын өткен болатынбыз. Зат есім, сын есім, сан есім және етістік. Ендеше ережелерін еске түсіріп көрейік. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаймыз. Сұрақтары: кім, не, кімдер, нелер. Заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табын сын есім деп атаймыз. Бұл қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды. Олай болса, сөз таптары бойынша берілген тапсырмаларды орындауға кірісейік. Семантикалық кестеге назар аудар. Берілген сөздерді сөз таптарына ажырат. Ендеше тексеріп көрейік. Қане, берілген етістікке қарама-қарсы етістіктерді тауып айт. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген ұйқастарға өлең жолдарын құрастырып көр. Оқулықпен жұмыс. Бірінші жаттығу. Ертегіні мұқият тыңда. Жапырақ. Көктем келді. Ақ қайың бұталарындағы өркендер де шетінен бір жарып жапырақ жаюда. Тек кенже бір шыққана асыға қоймады. Бірақ күннен күнге жылуы күшейе түскен күн сәулесі аймалап жүріп, оны да қауызын жарып шықпасына қоймады. Бойына жылу жүгіріп, есінеген бір шық кенет жарыққа шықты. Демде жасыл жапыраққа айналды. Ол өзін қоршап тұрған табиғаттың сұлулығын көріп қайран қалды. Табиғат қандай әдемі еді. Жапырақ жан-жағына көз тоймай қараумен болды. Құстардың сайраған көңілді үніне құлақ түрді. Самал желмен тербеле бақытты күй кешті. Бір күні күн суыта бастады. Жауын жауғаннан кейін бойы мұздады. Жапырақтары сары, қоңыр, қызыл түске боянды. Аспанды жиі-жиі бұлт торлайтын болды. Бір күні ол аққайың анадан табиғаттың бұл өзгерісінің сырын сұрады. Ертегі бойынша сұрақтарға жауап беріп көр. Ертегінің басқа бөлігінде жылдың қай мезгіл туралы айтылған? Не жапырақ жайды? Қай мезгілде жапырақ мұздай бастады? Барлық сұрақтарға өз бетіңмен жауап беріп көр. Екінші жаттығуға назар аударайық. Ертегіге қандай ат таңдар едің? Алтыншы жаттығу. Ертегіден сын есімі бар сөздерді теріп жаз. Сын есімдерді былай белгіле. Негізгі және туынды сын есімдерге ажырат. Балалар, сабағымыз аяқталды. Үйден сөз таптары туралы қайталаңдар. Сау болыңыздар.